Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен өзімнің палау жасау әдісіммен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен мен күрішті бірнеше рет суы тазарғанша жақсылап жуып, ыстық суға батырып қоямын. Менде қарапайым лидер күріші. Содан соң ет тұздалмаған балғын ет болғандықтан бір ас қасық соя тұздығына салып араластырып қоямын. Кейіннен қызып тұрған майға жуаны мен осылай ұсақ етіп тураймын. Жуаны осылай видеодағыдай сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Жалпы палаудың сап-сары әдем болып пісуі осы жуа мен етті жақсылап қызартып қуырғанға байланысты. Ал мінекей жуамызды осылай әбден қызартып қуырғаннан соң етімізді саламыз. Мен бүгін бірыңғай еті бар сүйекті пайдаландым. Етімізді де жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Сіздер сүйек салмасаңыздар, қалауыңызша етті үлкен етіп турап салсаңыздар да болады. Етіміз қуырылып жатқан сәтте сәбізімізді турап дайындап аламыз. Сәбізді мен осылай ұзынша етіп тураймын. Сәбізді өте жіңішкертіп кесіп керек емес, себебі езіліп кетуі мүмкін. Сондай-ақ екі тісше сарымсақты да осылай ұсақ етіп турап, қуырылып жатқан еттің үстіне жаңағы сарымсағым мен сәбізімді салып, тағы бір жақсылап қуырып аламын. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, бір араластырып, суы тартылғанша қуырамыз. Су тартылғаннан соң үстіне керегінше су құйып, қайнағаннан соң оттың астын басып, етіміз піскенше күтеміз. Күрішті салар алдында қалауыңызша дәмдеуіштер саласыздар. Мен үйдегілер ұнатпағандықтан дәмдеуішті қатты көп пайдаланбаймын. Содан соң біздің жуып дайындап қойған күрішімізді салып, күріштен 1-2 сантиметр асатындай су құясыздар. Суы қатты қайнаған соң астын баяу отта 15-20 минуттың ішінде біздің палауымыз пісіп шығады. Палаудың мөлшерін отбасы санына байланысты жасайсыздар. Мен осындай шай кесемен 1 кесе тола күріш салдым, және әр 1 кесе күрішке 2 кесе су құясыздар. Сол кезде сіздердің күріштеріңіз езілмей, дара-дара болып түсетін болады. Мінекей, осымен менің өте дәмді палауым дайын. Қалауыңызша үстіне аскөк сепсеңіздер болады. Сіздер де міндетті түрде дәл менің айтқан кеңестерім бойынша палау жасайтын болсаңыздар, сіздердің палауларыңызда дәл осындай сап-сары өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.